Қазақ әдебиеті 5 сынып анасын сағынған бала. Отбасы құндылығы бөлім бойынша Тынымбай Нұрмағамбеттің анасын сағынған бала әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрын тану, әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну. Бағалау критерийі әдеби шығарманың табиғатын таниды, әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасайды, идеяның мазмұнын түсінеді. Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік ауылында дүниеге келген. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институтты бітірген. 1981 жылы Мәскеудегі Горький атындағы әдебиет институты жанындағы жоғарғы әдеби курсты тамамдаған. Алғашқы жинағы «Қауын исі» шығармасы 1971 жылы жарияланды. Тынымбай Нұрмағамбетовтың шығармалары орыс тіліне де аударылған. Қош бол ата, Қарлығаштың ұясы, пьесалары, Табалдырығыңа табын, Жоғалған көл, Кемпірлер үкімі. Тырналар ұшып барады телефильмінің сценарийінің авторы. Әңгімелері Қош бол ата, Қарлығаштың ұясы, Ата қоныс, Дарияның арғы беті, Бәйтеректер, балалық шақтың әндері, Ауғандық құстар. Шығармалар жинағы Айқай және Қауын исі романы Туған ауыл түтіні. Көркем шығармалардың бір түрі әңгіме. Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала әңгіме. Әңгіме эпос жанрының шағын түрі. Әңгіменің жанрлық ерекшеліктері оқиғаны баяндау тәсілі, композициялық сюжеттік құрылысы, көркемдік жүйесі арқылы айқындалады. Әңгіменің көлемі ықшам, кейіпкерлер саны аз, сюжеттік ұйытқысы құрайтын оқиғаның басталуы, шарықтау шегі және шешімі болады. Онда адам, оның өмірі мен тағдыры аса маңызды деген оқиға жинақы беріледі. Бір айтылған жайды қайта оралуға, тәптіштеп баяндауға, ұзақ суреттеуге орын жоқ. Әңгіме жанры аз сурет арқылы көп жайды аңғарта білетін айрықша көркем шеберлікті талап етеді. Шығарма көбінесе бірінші жақта айтылады. Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала. Тыңдалым. Анасын сағынған бала. Әңгімеден үзінді. Есмағамбеттің бұл сапары ауылына 4 жылдан кейін оралуы еді. Содан болар таңертеңгі пойыздан түскен бойы қарсы алушы туыстары, достарымен болған ұшырасудың өзі кәдімгідей у-дулы болды. Біреулері құшақтап, біреулері сүйіп, тағы біреулері осы бір алас қапаста-ақ мұңын, шаруасын айтып қалып жатты. Ұзаққа созылған абыр-дабырдан кейін жалғыз қалып әртүрлі жеміс ағаштары мен көкөністер өскен аулада әрлі-бері жүруі де ол үшін айтарлықтай бір демалыс еді. Күн тал-түс болып қалған екен. Ағаштардың әрқайсысына тоқтап қарап, сосын жоңышқалықты аралап келіп, күннің қызуы қуырып бара жатқандықтан жүзімнің көлеңкесіне кіре бергені сол еді. Мама, 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 сенсің ғой ең дана, мәңгі дос сен ғана, деп әндеткен сүйкімді бала дауысын естіді. Бірақ Есмағамбет былай бір бұрылып, маңайынан бала көрмеді. Сөйтсе үстіне су жаңа ақ футболка киген 4 жасар шамасындағы ер бала арнайы тіреу ағаштарымен керілген жүзім сабақтарының ұзына бойынғы көлеңкесінің бір шетінде құммен ойнап отыр екен. Қолында ойыншық күрек, ойыншық шелек. Балмағамбет ағасының ұзатылған қыздары болатын. Солардың бірінің баласы болар деп топшылаған Есмағамбет жүзім көлеңкесінде аяқтарын еңкейе басып балаға жақындады. Жақындап келгенше бала мұны байқаған жоқ. Мама, 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 сенсің ғой ең дана, мәңгі дос сен ғана, мама, мама. Жанына келіп, әй балақай, сенің атың кім дегенде барып, бала Есмағамбетке бұрылып, бірақ ойыншық шелекке ойыншық күрекпен құм салу ісін доғарған жоқ. Атың кім дедім ғой деп қайта сұрағанда барып, бала ұяң күлімсіреп, Сержан деді ақырын. Кімнің баласысың? Күміскүлдің. Күміскүл кімнің қызы? Балмағамбеттің. Есмағамбет енді еңкеңдеп барып, анандай жерден қолдан жасалған ағаш орындықты алып, баланың дәл жанына жайғасты. Ересектердің әңгімесі кезінде
үш аяқты велосипедімен әрлі-бері зырлап жүрген сержан кенет өрістен сиыр келіп, Балмағамбет сол сиырдың әуресімен тұрып кеткенде барып, осы сәтті аңдып жүргенде Есмағамбеттің жанына келді. Түс кезінде болған әңгімеден кейін баланың бойы үйренгендігі болар еркін әңгімені де өзі бастады. Сен Алматыдан келдің бе? Иә, Алматыдан келдім. Менің мамам да Алматыда, деді бала еркінсініп, еркелегендей денесін Есмағамбеттің денесіне тигізіп тұрып. Білемін ғой, менің мамамды танисың ба? Неге танымаймын? Танимын. Мамаң біздің үйде әлденеше рет болды ғой. Сен менің мамамды білетін болдың ғой, дегендей баланың көздері күлімдеп тұрып, кішкентай саусақтарымен Есмағамбеттің білегінен ұстады, шашын сипады. Ал сен мені білуші ме едің? Мен де атаңмын ғой. Білемін, деді бала бірден. Мұның білгенінен өзіне қысып қойып. Мені көрген жоқсың ғой. Әжем айтқан, атам да айтқан, мамам да айтқан. Есмағамбет мерейленіп кетіп, баланың бетінен сүйіп, қатты қысып құшақтады. Сосын шын ықыласымен, Алматыға барасың ба, деді. Есмағамбет осылай деген кезде бала, рас айтып тұрсың ба, әлде өтірік пе дегендей жалт бұрылып оның көздеріне ұзақ қарады. Сосын сенгендей болып ақырын ғана, барамын, деді, күрсінді. Баланың күрсінгені соншалық ауыр болды ма, әлде өзі солай қабылдады ма? Есмағамбет те қатты толқып кетіп, баланы қайта құшақтады. Бұл жолы оның бетінен әлденеше рет сүйді. Сүйіп болып сержанның бетіне қараса, баланың екі көзінен жас сорғалап тұр екен. Өзінің де көмейіне өксік тығылып, толқып, тебіреніп, ол жалпақ алақанымен баланың арқасынан қағып отырды да, мен сені Алматыға алып кетемін, деді сеніммен. Сержан бұл жолы атасының өзін алып кететіндігіне шүбәланған жоқ. Сондықтан ашық жарқын күйде. Қашан кетеміз? Деді бірден. Ертең ауылға барып қайтамын. Арғы түні пойызға мінеміз. Бала жіп-жіңішке саусақтарын кезекпен бүгіп тұрып. Бүгін, сосын ертең, сосын арғы күн. Сонда кетеміз ғой, деді. Кетеміз. Баланың қуаныштан есі шығып, екі беті ерте піскен алмадай алабұртып тұрды. Мамасы мен папасы жайлы баланың шабыттанып айтқаны сондай, осы қалпында пойызға қазір мініп кетердей, тіпті пойызды күтпестен-ақ құс болып ұшып кетердей алып ұшқан екпін бар еді. Ол ма? Сәлден соң сержанның көздерінде үлкендігі бұршақтай жас тамшыларының пайда болғанын қайтерсің. Енді Есмағамбеттің өзі іштей қатты састы. Сасқан себебі баланың сезіміне осыншалық әсер етіп, ендігі жерде оны Алматыға алып кете алмаса, ұмытылмас күнә болардай еді. Бірақ алып кетем, несі бар? Алып-ақ кетемін, мамасына табыстаймын. Тіпті біздің үйде де жүре береді. Онда қандай қиындық бар? Деп өзін-өзі жұбатып барып, көңілі тынғандай болады. Ол сержанды кеудесіне тарта құшақтап тұрып, мамаң келеді ме? Деді сәлден соң. Келеді. Қашан? Анау жазда. Жаз енді болды емес пе? Деп Есмағамбеттің түзету енгізгісі келіп тұрды да тағы да үндемеді. Шамасы сержан үшін көктем де, жаз да жаз секілді. Мамам мынадай күн болды, деп екі саусағын шошайта беріп, енді әңгімені өзі жалғастырды. Мына күні пойызға мінеді, деп сосын үшінші саусағын шығарды. Мамаң не деді? Мамам ба? Мамам. Баланың көздері күлімдеп, бұған еркелегендей оңды-солды қисалаңдап тұрды да, ештеңе деген жоқ, деді қуланып. Сонда саған ештеңе айтқан жоқ па? Мамам ба? Мамам? Жоқ, айтпады. Бала көздері күлімдеген қалпы енді Есмағамбетті құшақтап жатып, сықылықтап күлді. Мамам ба? Мамам не дегенін ұмытып қалдым, деп өзгеше қылық тауып, мұның мұратына бетін басты. Тіккен сияқты, деді бала. Сықылықтап күліп, және сөйтіп тұрып-ақ Есмағамбеттің тікірейген қап-қара мұртына екі бетін кезек-кезек басумен болды.
Сосын бала өз-өзінен күлкісін тыйып Есмағамбеттің көйлегінің түймелерін шұқылап отырып, «Мамам кетерінде бетімнен сүйді», деді ақырын ғана бұған өзгелерден ұрлап айтқандай болып. Енді ол әңгімені мүлдем басқа жаққа тезірек бұрып жіберуге асығып, «Алтаяқ атаңды білесің бе? Аязбай атаңды білесің бе? Кертұмсық атаңды білесің бе?» деп жақын туыстар жайын сұрап кетіп еді. Бала бәрін де көріп жүрген, білетін болып шықты. Бірақ Аязбай атамды жақсы көрем деп ерекше таңдау жасады. «Неге?» деді Есмағамбет аз-кем таңырқап отырып. Өйткені ол балмұздақ сатып әперген. Мұнша рет деп бала екі саусағын шошайтты. «Өзгелері балмұздақ сатып әпермеді ме?» «Жоқ» деп бала басын шайқап кіржиді. Кіржиюы олар балмұздақ сатып әперуді қайдан біле қойсын дегендей менсінбеу еді. «Балмағамбет атаңшы, ол сатып әпермек түгілі тамағың ауырады» деп ұрсады. Бала «Бұл атамды да қойшы» деді аңғартқандай тағы бір кіржиді. Балмұздақ мәселесі Ермағамбеттің өзін де ойландырып тастады. Өйткені оның ендігі жерде Сержанға балмұздақ алып бермеске айла-амалы қалмағандай. Есмағамбетті дүкенге қарай бастап келе жатқан Сержан өте көңілді еді. Ол ауызы әңгімеден босамай келе жатыпты. Аяқтарын билеп басып, кейде өз-өзінен секіріп, ішкі қуанышының әсерінде жасыра алмады. Бір жағынан қыстақта тұрғындарды түгел танитынын білдіргендей пікір туғызып, әрі сонысымен мақтанғысы да келгендей. Енді бір үйдің тұсына жеткенде, «Мына үйдің моншасы бар» деді бала. «Мен бұл үйге мамамды ертіп әкелгенмін. Моншадан шыққан соң ертіп әкетемін». Бұлар дүкенге кіріп келгенде, сатушы келіншек Сержанның тағы да балмұздақ сатып аларын білгендей тоңазытқыштың маңына қарай жүгірді. «Неше балмұздақ керек?» Бала жауап орнына Есмағамбетке бұрылды. Есмағамбет «Қанша алғың келсе сонша ал балам» деген кезде баланың жүзі жайраңдап, «Атамның айтқанын естідіңіз ғой» дегендей сатушы келіншекке қарады. Сосын тоңазытқыштың есігі мол ашылған сәтте сатушының бірдеңе деуін күтпестен-ақ бала мұздап тұрған балмұздақтың ана түрінде, мына түрінде қолды салды дейсің. Баланың мына қылығына күлімсіреген күйі сатушының оның қос уысы тола әртүрлі балмұздақтардың бағасын әуелі есептемесе Есмағамбетке бұрылып, 320 теңге деді де баланың уысындағы балмұздақтарды пакетке сала бастады. Сержанның қайтар жолындағы көңіл күйін тойға бара жатқандай, әлде тойдан келе жатқандай десе де болар еді. Қолында етегі жерге сүйретілген балмұздақ салынған көк пакет, аузындағы сөзі біреу тартып әкетердей асығып, аптығып сөйлейді. «Мен қазір мұның біреуін-ақ жеймін, онда да тәрелкеге салып, ерітіп, қалғанын тоңазытқышқа саламын» деді ол, асып-тасып сөйлеп келе жатып. «Ертең таңертең тағы біреуін, күн әбден ысыған кезде тағы біреуін, сосын арғы күні» дей беріп бала тоқтап Есмағамбеттің түріне қарады. «Арғы күні пойызға мінеді екенбіз ғой?» «Иә, сол күні Алматыға кетеміз ғой» деді Есмағамбет те. Күндізгі айтқан уәдесі есіне түсіп, «Сонда сен балмұздақтардың қалғанын қайтпексің? Атаңмен әжеңе беріп кетесің бе?» «Жоқ, олар балмұздақ жемейді ғой. Бұл жерде кәрі кісілер балмұздақты қолына ұстамайды да. Сондықтан мен қалаған балмұздақтарды Сағынай деген досыма беріп кетемін. Әрі көрші, бір үйден кейін тұратын. Оның балмұздақ сатып алып беретін аталары да жоқ. Тіпті мен оған Алматыдан келген атам сатып әперді деп қазір-ақ біреуін берсем болады». Дәл осы сәтте Сержан шын бақытты еді. Ол асып-тасып сөйлеп келе жатып та, аяқтарын кейде билеп басып, кейде өзінен өзі секіріп, секектеп, үнемі алда келе жатты. Баланың көңіл күйіне орай Есмағамбет те көңілді еді. Бір жағынан сәбиді осынша қуанғанына іштей риза. Осы көңіл күйінің әсері болар. Бір кезде атақты
мақтаншақтардай. «Әй, сержан, осы сен оңашада шыныңды айтшы, қай атаңды жақсы көресің?» деп еді. Бала ойланған жоқ тіпті. Есмағамбет атасының осы сұрақтарының түбінде бір қоятынын біліп әзірлеген жанша. «Ең жақсы көретінім Есмағамбет атам, сосын Аязбай атам, ең соңында Балмағамбет атам» деді сыңқылдай сөйлеп. Есмағамбеттің қатты күлгені соншалық, осы сәтте жандарынан өтіп бара жатқан екі әйелі бұларға бұрылып қарады да, күлкісін тия беріп тағы да: «Мені бірінші орынға шығарғаның мақұл-ақ шығар, Балмағамбет атаңның соңына тіркегенің қалай?» деп еді сержан енжарғаны. Өзі де кейде балмұздақ алып жейтін. «Теңге берші десем бермейді, теңгем жоқ» деп. «Менің мамам оған уыстап теңге бергенін көрдім ғой» деді. Есмағамбет тағы күлді. Араларындағы әңгіменің көңілді болғаны сондай, күлкі легі үйге жеткенше үзілген жоқ. Кешкі шай кезінде сержан Есмағамбеттің жанында болды. Кейде құшақтады, мойнына асылды. Мұның тікірейген мұрттарына бетін басып, ішек-сілесі қатып күлді. «Атасының мазасын алма, баламыз тентек екен деп кетеді ғой» деп мейіркүл тоқтау айтқан болып еді. Үйренсіліп алған бала әжесінің айтқанын құлағына да ілген жоқ. Тіпті Есмағамбеттің иығына асылып тұрып, «Түнде сенің жаныңа жатамын» дегенді де ескертіп қойды. Бірақ сөйтіп жүріп, өз дастарханы жиналып болмастан-ақ тырайып ұйықтап қалды да, ол ұйықтап қалған соң күндізгі уәдесі есіне түсіп, Есмағамбет өзін Алматыға ала кетсем қайтер еді деп еді. Ағасы мен жеңгесі қабаттасып өре түрегелді. «Оны қайтесің, бейнет қылып» деді Балмағамбет. «Барған соң оны Күміскөл сіздің үйден алып кетуі керек. Мамама барамын» деп өзі де қылқылдап бітер. Сонан соң да «Қыз жұмысын істемей ме, әлде мұны баға ма?» деді мейіркүл өзінше күңкілдеп. Бұл әңгіме одан әрі созылған жоқ. Пойызда шала ұйқылау болып, оның үстіне күндізгі ұрду-тұрдудан шаршаған Есмағамбеттің өзі енді жату қамына ыңғайланған еді. Ертеңгілікте ол кеш оянып, жуынып болған соң бір ауық жеміс ағаштарының арасында серуендеген. Ауа мөп-мөлдір. Бұл жердің ауасы Алматыныкіндей емес, жеңіл. Оның үстіне терістіктен аздаған леп соғып тұр екен. Сол леп біржола бойын сергітіп жіберген Есмағамбет күндегі әдетімен қол-аяқтарын қимылға келтіріп, өзінше шынығып жүріп, кенет тағы да сержанның әнді үнін естігенін. «Мама, мама, сенсің ғой ең дана, мама, мама» дауысы сондайлық ерке. Тап бір мамасының алдында еркелеп, шолжаңдап отырған ерке тотай бала секілді. Есмағамбет бұл әнді бұрын да көп еститін, бірақ баланың айтуында сондайлық әсем естілетіндігін аңдуы осы жолы еді. Сондықтан ол баланың әлгі әуенді қайталап айтуын да ықыласпен тыңдап тұрып, өзі қайда отыр деп мойнын созып жан-жағына қарап еді, көрінбеді. Сөйтсе бала бұтақтарды жан-жағына тарбиып өскен өрік ағашының түбінде тағы да ойыншық күрегімен ойыншық шелегіне топырақ салып ойып отыр екен де. Тарбиған өрік ағашының діңі мен айнала селдіреген жоңышқа сабақтары оны жасырып бағыпты. Екеуі таңертеңгі шай үстінде тағы да қатар отырды. Сержан туралаған нандарды Есмағамбеттің алдына жақындатып қойды. Шай құйылған кесесін Есмағамбетке алып берді. Оның кесесі босаған сәтте қайтадан әжесіне қарай ұзатады. Шайдан соң жеңіл машина келіп, енді Есмағамбет киінуге ішкі бөлмеге кірген. Ере кірген ол осы оңашалықты да пайдаланып, «Қашан келесің?» деді. Оны жіберуге қимағандай сезіммен, әрі Есмағамбеттің әр тұста ілінген көйлегін, костюмын алып беріп тұрып, «Амандық болса ертең таңертең, сосын
сосын осында боламын, сосын жолға шығу керек, сосын сенің, сосын дей береді екенсің. Сенен үйрендім ғой, деді бала еркелей күліп тұрып та. Есмағамбетке кеше болғандай әңгімелерді есіне салғандай. Сержанға керегі екеуміз пойызға шығамыз, Алматыға бірге кетеміз деген сөздің тағы да қайталануы екенін Есмағамбет білмей тұрған жоқты. Атасы мен әжесінің келісімі болмаған соң бұл жолы айта алмай тілін тістеп қалған. Болмаса ол сөз алдымен ақ көмейіне келуін келіп тұрды ғой. Ойындағы сөзі айтылмағандықтан болар. Еркелеп күлуін күлгенмен баланың көздері кешегідей ұшқын шашып, жүзі де бал-бұл жана қойған жоқты. Керісінше өңіне бір кірбің, көздеріне де мұң ұялағандай еді. Соның бәрін Есмағамбет байқаса да байқамағандай болып сыртқа шықты. Сержан да ілесіп келеді. Бірақ бала осы қалпындағы әншейіндегі көп сөзділігінен де оқыс арылып, томаға тұйық күйге енгендей. Есмағамбет жеңіл машинаға мінер сәтте ғана ол аз уақыт атасының аяғына отырылған болып белінен құшақтады. Баланың бұл айласы да мен туралы қайта ойлан, уәдеңді ұмытпа деген сияқты еді. Жуынып алған соң Есмағамбет расында кішкене сергіді де өзін пойызға шығарып салуға әрі қоштасып қалуға келген 2-3 іні достарымен де күндікке қабағын ашпай қойған кірбіңнен арылып, жадырап отырып сөйлесті. Көп ұзамай жеңгесінің үйге сексеуілдің шоғына қайнап қожылдаған самаурыны да кірді. Шай үстінде әңгімелері тіпті қызды. Бұл кездері бала Есмағамбеттің жанына жақындай алмай сыртта жүргенімен күндегідей өзінше ойнап ұзап та кеткен жоқ. Шай ішіліп біткен шақта қоштасып қалуға тағы бір дос-туыстары келді де Есмағамбет олармен сыртта жүзімдіктің көлеңкесінде отырып сөйлескенді. Осы кезде ғана сержан оған жақындауға әзер мүмкіндік алғандай болып: «Енді Алматыға кетесің бе?» деді еркелегендей үнмен. «Кетпей-ақ қояйын ба? Өзің біл, бала, одан өзге не айтасың?» дегенде Есмағамбеттің бетіне барлай қарап тұр. Мөлдіреген қап-қара көздері әлі де үміттен құралақан емес сияқты. Бірақ іні достарымен болып отырған әңгімесін үзіп, баламен болып кетуге де ыңғайсызданған Есмағамбеттің құлықсыздығын аңдаған соң-ақ бала да көп аялдамай бұның етіп теріс айналып кетті. Қолжуғыш маңына енді бара бергенде тағы да Есмағамбеттің жанына сержан үйіріле кеткенді. «Сен бұл жолы мені Алматыға алып кетпей-ақ қой», деді. Бала мұндайда құшақтай етіп немесе қолынан ұстай қоятын әдетінде жасамай томсырайып тұрып: «Неге, деп қолын жуып жатқан Есмағамбет балаға берген уәдесіне енді есіне түскендей сасқалақтап қалған. «Кейін барасың ба? Тағы бір келгенімде?» Бала жауап берген жоқ. Ол тіпті мұның жүзіне де тура қарамай көздерін әлде қайда алып қашып тұрды. Балалар тыңдалым аяқталды. Тыңдалым аяқталу бойынша бізде шығарманы оқып түсінікті болса, бірінші тапсырма сюжеттік композиция. Шығарманы толық оқып түсінікті болды. Енді сюжеттік композиция жасаймыз. Композициясы: оқиғаның басталуы, Есмағамбеттің ауылға келуі, оқиғаның байланысуы, әндеткен бала дауысы, оқиғаның дамуы, балаға берген уәде, оқиғаның шиеленісі, сержанның сезімі, оқиғаның шарықтау шегі, бала үміті, оқиғаның шешімі, Есмағамбеттің өкініші. Екінші тапсырма шығарманың идеясын анықтау. Үзінді арқылы автор не айтқысы келді, қандай жағдайды суреттеп тұр, басты кейіпкер Есмағамбеттің айтқан сөзіне не байқалады. Осы сұрақтар арқылы жаңағы идеяны анықтаймыз. Үзінді арқылы автор не айтқысы келді. Бала базарда қыдырғысы келеді. Баланы ата-анасының сағынуын білдіреді. Баланың ата-анасымен бірге болуын аңсауын білдіреді. Бала Алматыға барғысы келеді. Екінші сұрақ: қандай жағдайды суреттеп тұр?
барлығы бірдей анасын шығарып салғанын, баланың анасымен қоштасу бәріне ауыр тигені, анасының пойызға кешігіп қалғаны, атасының ағаштарды аралап жүріп жылағаны. Үшінші сұрақ. Басты кейіпкер Есмағамбеттің айтқан сөзінен не байқалады? Баланы Алматыға апарғысы келетіні, баланың Алматыға апарғысы келмейтінін, балаға берген сөзін орындау керектігін, баланы анасына апаратынын. Осы сұрақтар арқылы әңгіменің идеясын анықтады. Әңгіменің идеясы ананы құрметтеу, кішкентай Сержанның тағдыры арқылы автор ананың өмірдегі рөлін оқырманға дүниеге әкелген, тәрбие беріп жатқан анамыздың қадірін білу керектігін түсіну. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрын тану болатын. Ол әдеби шығарманың жанры әңгіме екендігін, әдеби шығарманың сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну керек болған. Шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасалды және сұрақтар қою арқылы, сюжеттік композициялық талдау арқылы идеялық мазмұнын түсінді. Осы сұрақтар арқылы идеяны анықтадық. Үйге тапсырма: ана мен баланың суретін салу.